Енді кәсіп болғаннан кейін көп көшбасшылар десек те болады, көп бастықтар десек те болады, көп талапкерлер десек болады, көбі сынып кететін кезеңдер болады. Қиындық кезеңдерінде. Мысалы қаншама жігіттер жүр, менің басымда қарызым бар деп жүнжіп, бар болған миллион теңге қарыз бар дегендей. Көп кәсіпкерлер жүр, бүгін ашып, бағана ресторанның салған ақшасы бір 50 миллион теңге ертесі жауып тастап жатыр. Ал сіздің өмір баяныңызға қарасақ, енді ел біледі, біраз қиындықтарды өткердіңіз өзіңіздің басыңызға, үлкен-үлкен. Сынып кетпеуіңізге қандай күш көмектесті? Ал бүгінде қиналып жүрген кәсіпкерлерге сіздей болмаса да бастарында түрлі-түрлі қиындықтары бар, үлкен тәуекелдері бар кәсіпкерлерге беретін кеңесіңіз? Ол қайталап өтейін, сынып кетпеудің ең бірінші шарты ол өзінің істеген ісіңді жақсы көру. Бірінші, сынып кетпеу үшін жақсы көру. Ол жақсы көру, ол бірінші шарт, және соңғы шарт. Біреу, сынып кетпеу үшін жақсы көру. Өзі бір-ақ шарт. Сынып кетсе, яғни ол өзі істеп жүрген ісімен жақсы көрмейді деген сөз. Мысалы, айталық былай, басқаша айтуға да болады. Адам өзінің істеген ісін соншалықты жақсы көру керек. Біреу оған мына істеген іс үшін біз саған емес, сен төлейсің десе де, ол әрі қарай бұл істі жалғастыратын болу керек. Сонда ол адам шынайы ол істі жақсы көреді деген сөз. Мысалы, айталық, мен саяхаттауды жақсы көремін. Қанша қиындық болса да бір тоқтатқан емеспін. Бірақ мен одан ақша таппай, мен қайта өзім ақша салып отырмын сол саяхаттану үшін. Мен өзім ақша, өзім спонсор боламын, өзім қанша шығынға шығам, түсем. Бірақ саяхаттауды тоқтамаймын. Мына инвестициялауды. Маған ешкім ақша төлемесе де, мен оны әрі қарай жалғастыра беремін. Сізге ұнайды? Өйткені өзіме ұнайтын нәрсе. Өйткені бұл тиімділіктің бір керемет жол. Мен жалпы тиімділік ережелерін көп оқып, өзім көп ойланған нәрсем, өзі жақсы көремін тиімділікті. Бар жерде істеген ісімнің бәрі тиімді болу керек, соны қатты жақсы көремін. Инвестиция деген ол сол тиімділікті жүзеге асыратын жолының бірі. Сондықтан маған мысалы инвестиция үшін ешқандай қаражат төлемесе де, мен бәрібір бұл жұмысты әрі жүргізе беремін. Маған ол бәрібір, ол ақша төленіп жатыр ма, төлемей жатыр ма, бұл салаларда менің сынуым мүмкін емес. Ал егер маған қазір айтсаңыз, мына аға мынандай бір завод бар, құрылыс материалдарын шығаратын. Соны басқарыңызшы десең, мысалы, мен әрине сенен көп ақша сұраймын. Төлейсің жалақымды, не бонустарымды, не долямды. Бірақ бір қиындық түсіп кетсе, мен шаршап кетемін да, мен айтамын, қойшы, мен шаршадым, сындым деймін. Болды. Қолымды түсіре саламын. Өйткені мен істеп жатқан ісім жақсы көретін іс емес. Сондықтан әрине ондай жағдайда мен сынамын. Мен өзім мысалы жақсы көрмейтін салаларда жұмыс істегенде мен сынып кететін едім. Мысалы кезінде мен шопан болып 2 жыл жұмыс істедім, сынып қалдым ғой. Неге? Өйткені 2 жыл қашанғы бір ешқандай перспектива жоқ, келешегі жоқ жұмыс. Өзімнің жақсы көрмейтін жұмысым, сондықтан мен доғардым ол жұмысты. Тамаша.